профильді реттеген кездегі шрифтті қалай жасаймыз, соны түсіндіргім келіп отыр. Ол үшін жаңағы WhatsApp-қа кіресіздер, сіздерде шрифт деп тұр. Мына жерде көк ссылканы басқан кезде, любой көк ссылканы басайық, міне символы Unicode дегенді бастым. Енді мына жерде ашылды. Ал енді бұл жерде тек қана английский әріппен жазу керекпіз. Қазақша уже жүрмейді. Себебі бұл английский программа. Яғни тек қана английский әріппен жазу керек. Так, мысалы Фарида Абайқызы деп жазамыз. Аты жөндеріңізді жазасыздар. Абайқызы. Менің уже клавиштерім істемей жатыр. Так, енді жаздық. Ал енді былай қарасаңыздар, қандай шрифттер шықты, керемет. Оның атқаныңызды алыңыздар. Оның қайсы ұнап тұр сізге? Мысалы, мынау маған уже ұнайды осы. Прям қатты ұнатамын. Осыны бассаңыздар, мына жерде көк болып жанып тұр. Көк болып жанғаннан кейін үстінде копировать деген сөз бар. Сол копировайтты бассаңыздар, уже қараңыздар, скопирование деп шықты. Енді не істейсіздер, бұдан сразу шығып кетесіздер, прямой шығасыздар дағына Инстаграмға кіресіздер. Мына жерде менде уже жазылынып тұр, бірақ оны өшірмей қойған, қайтадан жасап жүруіме уақыт кетеді. Сол үшін мен қазір сіздерге мынаны қараңыздар, жаңағы копировать еткен немді вставить етем. Вставить деген сөз шықты. Міне осылай қойып аласыздар. Аты жөндеріңізді қойып істеп аласыздар. Мына жерде галочка тұр, галочка тұр. Галочканы бассақ, что-то менікі өзгермеді. Уже сіздерде солай өзгеріп тұру керек. Мына жерде қандай шрифт қойсаңыздар, осылай қойып істеп алыңыздар.